Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз кері тригонометриялық функцияны қарастырамыз. Біз осыған дейін тригонометриялық функцияларды қарастырдық, 8 сыныптан бастап қарастырдық. Жалпы білеміз, тригонометриялық функцияның 4 түрі бар екенін, синус x, косинус, тангенс, котангенс. Енді біз бүгін қарастырамыз кері тригонометриялық функция. Осыған дейін бізге тағы да таныс кері функция ұғымы. Яғни f от x функциясы бар болса, мына f от x функциясына кері функция f минус 1 x. Осылай жазылады ғой, жазылуы. Және біз білеміз, берілген функцияға кері функцияның графигі y-тен x түзуіне қатысты симметриялы орналасатын. Дәл осындай заңдылықтар тригонометриялық функцияда да сақталады. Яғни синус x болса бізде, синус x-қа кері функция синус минус 1 дәрежелі x. Дәл солай косинус минус 1 дәрежелі x. Тангенс минус 1 дәрежелі x және котангенс минус 1 дәрежелі x. Осы түрде жазылады. Немесе біздің оқулықтарда, қазақ тілі, орыс тілі оқулықтарында да бұл жазулар арк синус деп жазылады. Синус минус 1 дәрежелі x-ті арк синус деп жазуға болады. Яғни біздің кітаптарда қарасаңыздар, арк синус x, арк косинус x, арк тангенс x және арк котангенс x. Осы түрде жазылады. Екеуі бірдей ұғымды білдіреді. Егер бізде калькуляторда арк синус x-ті, арк косинус x-тің мәндерін табу керек болса, бізде калькуляторда арк деген сөз жоқ, арк синус деген калькуляторда сөз жоқ, яғни инженерлік калькуляторда сөз жоқ. Бізде жазылып синус минус 1 дәрежелі. Осымен табамыз калькуляторды қолданған кезде. Себебі біз барлық жағдайда арк синус x-ті мәнін таба бермейміз. Сол үшін біз қолданамыз калькулятордың көмегін. Енді қарық, анықталу болсы қандай, мәндер жиыны қандай? Жазып қойып. Мына жағына қарай жаза берейін. Y-тен болады арк синус x. Y-тен болады арк косинус x. Y-тен болады арк тангенс x және арк котангенс x. Анықталу облысы. Бізде тригонометриялық функцияға кері тригонометриялық функция болғандықтан анықталу облысы мен мәндер жиыны орындары өзгереді. Бірақ ескеретін жағдай, бізде синус x-ның анықталу облысын білеміз, біз минус x-тен плюс x-ке дейін. Бірақ біз мәндер жиынын минус x-тен плюс x-ке дейін деп жаза алмаймыз. Себебі синус x-ке кері функция арк косинус x-тің графигі ол y-тен x түзуіне қатысты симметриялы көшіресіз. Сондықтан ол белгілі бір аралықта ғана графигі салына алады. Яғни біз синустың графигін білеміз, минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейін бір сарында өспелі. Сондықтан арк синус x-тің мәндер жиыны, немесе мәндер облысы, минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейін. Қабылдағанда пи бөлінген 2 мен минус пи бөлінген 2-ні қабылдайды. Осы кесінде де анықталады. Мәндер жиыны осы кесінде де қабылданады. Ал анықталу облысы, біз жалпы білеміз синус x функциясының мәндер жиыны минус 1-ден 1-ге дейін, минус 1 мен 1-ді қоса алғанда. Демек, арк синус x функциясының анықталу облысы минус 1-ден 1-ге дейін, минус 1 мен 1-ді қоса алғанда. Дәл солай, косинус, арк косинуста да минус 1-ден 1-ге дейін. Арк тангенс пен арк котангенсте минус x-діктен плюс x-дікке дейін. Енді арк косинустың мәндер облысы. Арк косинустың мәндер облысы 0-ден пиға дейін болады. 0-ден пиға дейін. Кесінді де. Арк тангенсте ол бізде минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейін, минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-ні қабылдамайды. Ал не үшін қабылдамайтынын біз осы уақытқа дейін білеміз. Себебі бізде тангенс синустың косинусқа қатынасы ғой.
Ал синус 90 градусты білеміз біз. Синус 90 градуста 1-ге тең, ал косинус 90 градуста 0-ге тең. Демек, тангенс 90 градус дегеніңіз, ол синус 90 градустың косинус 90 градусқа қатынасы. Яғни 1-ден 0-ге қатынасы. Біз осы уақытқа дейінгі білетін материалдарымыз бойынша санды 0-ге бөлуге болмайды. Демек, минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-ні қабылдамайды, бірақ сол аралықтағы градустарды қабылдайды деген сөз. Тангенсте де солай, 0-ден пиға дейінгі аралықта. Міне, синус пен косинуста кесінді деген міне, тік сызық екі жағда қабылдайды деген сөз. Ал тангенс, арктангенс пен аркотангенсте аралықта, яғни тек қана сол аралықтағы градустарды қабылдайды деген сөз. Енді синус пен арксинуста мысалы қандай айырмашылық бар? Біз синус x-ті білеміз. Синус бізде альфа деген бұрыш, қандайда бір сан шығатын еді. Мысалы, синус 30 градусты табыңыз, синус 60 градусты табыңыз деп. Біз сан алатын едік, синус 30 градус нешеге тең? 2-ден 1-ге тең деп. Синус 60 градус нешеге тең? 2-ден түбір асты 3-ге тең деп. Енді арксинус, арккосинус дегенде бізде саннан градус аламыз. Яғни кері функция, Кері функция өзі аты айтып тұр, кері функция деп. Арксинус уже 2-ден 1 десе, біз жазамыз 30 градус. Арксинус 2-ден түбір асты 3 десе, біз жазамыз 60 градус деп. Бізде синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең, сосын синус 150 градуста 2-ден 1-ге тең қоя. Бірақ арксинус 2-ден 1-де 30 градус немесе 150 градус деп жаза алмаймыз. Неге олай жаза алмаймыз? Себебі қараңыз міне. Синус x-тің қабылдайтын мәндер жиыны минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейін. Немесе градусқа айналдырсақ, минус 90 градустан 90 градусқа дейін деген сөз. Ал минус 90 градус пен 90 градустың арасында 150 деген градус жоқ. Сондықтан арксинус 2-ден 1-де толқы 30 градус деп жазамыз. Немесе 150 деп жаза алмаймыз. Себебі біз білеміз, синус 30 градусын 2-ден 1-ге тең болатын, және синус 150 градусын 2-ден 1-ге тең болатынын. Бірақ, міне, мәндер жиынына назар аударамыз. Ал если бізде мына түрде берілсе, арктерге кетуге, арк синус минус 2-ден 1 болсын. Мына жерде 30 градус дегеніміз неше? Пи бөлінген 6 ғой, мына жерде пи бөлінген 3. Жалпы жазылған кезде радианмен жазамыз. Пи бөлінген, 2 пи бөлінген, 3 пи бөлінген деген сияқты пимен жазамыз. Енді арксинус минус 2-ден 1. Біз жалпы білеміз, синус тақ функция екенін. Арксинуста да тақ функция. Яғни минус шығып кетеді деген сөз. Минус шығып кетеді. Арксинус 2-ден 1-ге тең болады. Ал арксинус 2-ден 1 неге тең? Пи бөлінген 6-ға дейін. Демек, минус пи бөлінген 6 шығады деген сөз. Бұл барлық тригонометриялық функцияға бірдей деген сөз емес. Біз қазір синусты қарастырдық. Енді косинусты қарастырайық. Арк косинус минус 2-ден 1 болсын. Ол жерде біз косинус жұп функция. Ал арк косинус жұпта емес, тақта емес функция. Сондықтан арк косинус минус 2-ден 1 дегенде минус шығып кетпейді, немесе жойылып кетпейді. Мысалы, косинус 30 градус, косинус минус 30 градуспен тең деп айтамыз ғой, жұп болғандықтан. Ал тақ болса, синус тақ болғандықтан синус минус 30 градус, ол минус синус 30 градусқа тең деп айтамыз, минус шығып кетеді. Ал арк косинус жұпта емес, тақта емес. Сондықтан арк косинус минус 2-ден 1-дің мәнін табу үшін пидан азайтамыз арк косинус 2-ден 1-ді. Болды, есептейміз. Пи азайтылған арк косинус 2-ден 1. Косинус қай градуста 2-ден 1-ге тең? Ол 60 градуста 2-ден 1-ге тең. Сонда пи бөлінген 3. Пидан пи бөлінген 3-ті азайтамыз, 2 пи бөлінген 3. Сонда арк косинус минус 2-ден 1-іңіз 2 пи бөлінген 3-ге тең деген сөз. 2 пи бөлінген 3 деген неше? Пи бөлінген 3 деген бізде 60 градус, 2-ге көбейтем 120 градуста. Міне мәндер жиынын қараңыз, 0-ден пиға дейін, яғни 0-ден 180-ге дейін. Яғни 0-ден 180-ге дейінгі аралықта мына 120 деген градус бар.
Дәл солай арктангенс минус 1 бола салсын, иә? Оңай ғой. Арктангенс тақ функция болғандықтан минус шығып кетеді де, арктангенс 1 мен 1-дей болады. Арктангенс 1-де нешеге тең? Пи бөлінген 4-ге тең, иә? Себебі тангенс 45 градуста 1-ге тең. Значит, арктангенс 1 45 градус деген сөз. Онда арктангенс минус 1 ол минус 45 градус. Ал арккотангенс минус 1. Арккотангенс жұпта емес, тақта емес функция. Сондықтан мына арккосинус сияқты қылып жазамыз. Яғни пидан азайтамын арккотангенс 1-ді деп. Сонда пидан азайтамын арккотангенс 1 дегеніңіз пи бөлінген 4. Сонда пидан пи бөлінген 4 азайтамын 3 пи бөлінген 4. 135 градуста немесе. Осындай ұғымдарды назарға аламыз. Сонда біз мынандай өзімізге ұшпор ретінде де жазып қойсақ болады. Формула қылып жазып қойсақ болады. Арксинус минус x тең болады минус арксинус x-ка. Арккосинус минус x тең пи азайтылған арккосинус x-ка. Арктангенс минус x тең минус арктангенс x-ке. Сосын арккотангенс минус x тең болады пидан азайтам арккотангенс x-ке. Осындай 4 формуланы өздеріңізге жазып қойыңыз. Так, сосын бұл жерде x-тарға назар аударамыз, иә? Біз білеміз, анықталу облысы неден неге дейін еді? Анықталу облысы синуспен, арккосинуспен арксинуста минус 1-ден 1-ге дейін. Яғни, бұл жерде x-ті мәні жалпы x-ті мәні 1-ден үлкен болмайды, минус 1-ден кіші болмайды. Минус 1 мен 1-дің аралығындағы мәндер. Соны ескересіз. Енді біз қандай есептер шығарайық? Қазір мен жерге есептер жазайын. Біздер мысалы жазайық. Мысалы, арккосинус, бірінші есеп. Арккосинус минус 1 қосылған арккосинус 0. Мына өрнектің мәнін есептеу керек, немесе мәнін табу керек. Есептейміз. Арккосинус минус 1. Арккосинус минус 1 жаңа айттық, пидан азайтамыз арккосинус 1-ді дедік. Бұлай жақша қылып қойын, мына түсінікті болу үшін. Қосылған арккосинус 0. Косинус қай градуста 0-ге тең? Косинус 90 градуста 0-ге тең. Демек, арккосинус 0 пи бөлінген 2-ге тең. Онда арккосинус 1 0-ге тең. Сонда пидан азайтам 0-ді пиға тең. Сонда пи қосам пи бөлінген 2. Сонда пиға пи бөлінген 2 қосам 3 бөлінген 2 деген сөз. Болды, мәнін осылай табамыз. Мысалы, тағы біреуін қарайық. Арккосинус минус 2-ден түбір асты 2-ге қосуым керек. Арксинус 2-ден түбір асты 2-ні. Дәл солай есептейміз. Минус 2-ден түбір асты 2, яғни пидан азайтамын. Косинус қай градуста 2-ден түбір асты 2-ге тең? Пи бөлінген 4 деді, 45 градус. Қосамын. Синус қай градуста 2-ден түбір асты 2-ге тең? Тағы да пи бөлінген 4-ті. Сонда, жерде пидан пи бөлінген 4-ті азайтып, 3 бөлінген 4 деп, оған пи бөлінген 4-ті қосып, шығаруыңызға да болады. Немесе жерден сразу екеуін қысқартып, тең пиға деп жазсақта болады. Так, мысалы, тағы бір мысал қарайық. Арксинус минус 2-ден түбір асты 3 қосылған арккосинус 2-ден түбір асты 2 бөлінген арккотангенс түбір асты 3. Так, есептейміз. Арксинус тақ болғандықтан минус шығып кетеді. Синус қай градуста 2-ден түбір асты 3? Ол 60 градус, пи бөлінген 3-те.
қосамыз. Косинус 2-ден түбір асты 2, пи бөлінген 4 деді. Котангенс түбір асты 3. Котангенс деген бізде косинустың синусқа қатынасы ғой, сонда косинус қай градуста 2-ден түбір асты 3 кетен? 30 градуста да, сонда пи бөлінген 6 ғой да. Арқата кеттік. Минус пи бөлінген 3-ке пи бөлінген 4-ті қосамын. Пи бөлінген 12 шығайын деп тұр, пи бөлінген 6. Сонда бізде неше шығайын деп тұр? 2-ден 1 шығайын деп тұр да. Пи бөлінген 12-ні пи бөлінген 6-ға бөлім. Пи мен пи қысқарып кетеді. Сонда 2-ден 1 деген шығады. Демек, берілген өрнекті мәні 2-ден 1-ге тең деген сөз. Міне, осындай есептерді қарастырамыз. Немесе есептер әр уақытта осындай бола бермейді. Мысалы, әр уақытта аркосинус минус 1, аркосинус минус 2-ден түбір асты 2 деген сияқты әр уақытта есептер жеңіл бола бермейді. Сонда біз тағы да мынандай қосымша формула қарастырамыз. Так, ол бізде мынандай формула болады. Яғни біз осыған дейін біз кері функцияны өткен кезде біз қарастырдық, f минус 1 ол неге тең болады дедік? X-қа тең болады дедік. Яғни осындай жағдайды қарастырамыз. Яғни біз жазамыз синус арк синус аға тең. Мен жерде неге а деп жаздық? Себебі бұл жерде бізде қабылдайтын мәндер минус 1-ден 1-ге дейінгі аралықта, сондықтан а деп алдық. Бұрыш болғанда альфа деп жазамыз. Сонда а тиісті минус 1-ден 1-ге дейін. Дәл солай косинус арк косинус аға тең. А тиісті минус 1-ден 1-ге дейін. Себебі бізде арк синус арк косинустың қабылдайтын мәндер ғой, аның қабылдайтын мәндер. Тангенс арк тангенс аға тең. Мұндағы а дегеніміз минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Дәл солай котангенс арк котангенс аға тең. Мұндағы а дегеніміз минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Енді біз қазір формуланы жаздық. Синус арк синус арк косинус деп. Ал егер керісінше болса ше. Яғни керісінше деген арк синус синус, арк косинус косинус, арк тангенс тангенс деген. Ондай жағдайда бізде өзі тиісінше өзгерістер бар. Бұл жерде міне аның қабылдайтын мәндер, минус 1-ден 1-ге дейін сандар бұл жерде қабылдап жатқан. Ал шығады бұрыштар шығып жатыр, немесе сандар шығып жатыр. Қазір қарайық. Мысалы бізде берілсе, мына жерде а дегеніміз сан болып жатыр. Мысалы тағы да бізде берілсе, кері жағдай қарастырамыз дедік қой. Мысалы арк синус альфа. Арк синус дегенде а деп жазып, синус дегенде альфа деп жазайық, екеуін шатастырмау үшін. Арк синус дегенде санды қабылдайды, синус дегенде бұрыштан сан шығады. Синус альфа. Бұл бізде альфаға тең болады. Мұндағы альфа дегеніңіз, біз білеміз, минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейінгі аралықта. Дәл солай, арк косинус альфаға тең. Мұндағы альфа бізде тиісті 0 мен пидің аралығында. Так, арк тангенс альфаға тең. Мұндағы альфа дегеніміз ол минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейінгі аралықта. Және арк котангенс альфа дегеніміз альфаға тең. Мұндағы альфа дегеніміз 0-ден пиға дейінгі аралықта. Мен жерде екеуі кесінді де мұнда аралықта да. Енді оған мысалы мынандай бір мысалдар қарастырайық. Так, бүгінгі сабағымыз кішкене ұзақтау болды. Ештеңе етпес. Қарастырайық. Бірінші. Синус 2 арк синус 4-тен 3 болсын. Бұндай есептерді қалай шығарамыз? Мына жақшаның ішіндегі, яғни арк синус 4-тен 3-ті альфа деп енгіземіз. Арк синус 4-тен 3-ті альфа деп енгіземіз. Сонда арк синус 4-тен 3 альфаға тең болса, онда синус альфа неге тең болады? 4-тен 3-ге тең болады. Сонда мына жерде міне синус 2
альфа деген сөз. Альфа. Біз синус 2 альфаның формуласын білеміз. 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаға тең екен. Демек синус альфа 4-тен 3-ге тең болса, косинус альфа нешеге тең болады? 1-ден азайтам. 16-тан 9 ба? Сонда 16-тан 7, 4-тен түбірасты 7-ге тең болады. Болды. 2 көбейтем. Синус альфа бізде 4-тен 3-ге тең. Көбейтем. Косинус альфа 4-тен түбірасты 7-ге тең. Көбейтулерді орындаймыз. 8-ден 3 түбірасты 7 деген шығады. Міне, осындай есептерге назар аударуымыз қажет. Так. Мен сразу күрделісінен бастап кеткен сияқтымын. Мысалы, жаңа осы формулаға тікелей айтатын болсақ, міне, жаңағы біздің мына 4 формуламызға. Мынаның өзі бір формула. Мынаның өзі бір формула болып есептелінеді. Мұнда біз бүгін бірнеше формуланы қарастырдық деген сөз. Мысалы, синус арк синус а тең аға дегенде, мысалы, оған мынандай мысал қарастырсақ болады. Синус, мысалы, арк синус, жаңа 4-тен 3 жаза салсақ болады. Сонда ол неге тең болады? 4-тен 3-ге тең болады. Міне. Ал егер міне синус арк синус 4-тен 3 4-тен 3-ге тең болды да, міне. Синус пен арк синустан кетті, міне. А-ның өзі қалды, 4-тен 3-ның өзі қалды. Ал синус 2 арк синус 4-тен 3 болған кезде, міне, есепті мына түрде шығарамыз. Бізде мына жерде 4-тен 3 дегеніңіз -1 мен 1-ның аралығында бар ғой, яғни 0,75 қой. -1 мен 1-ның аралығында бар. Сондықтан міне а деген санның өзі шығады деді. Яғни а деген сан неге тең болып тұр? 4-тен 3-ге тең болып тұр. Ал мына жерде өзгеше 2 арк синус 4-тен 3 деп тұр. Сондықтан мына жерде өзі альфа деп белгі енгіздік, синусты таптық. Арғата бізде синус 2 альфаның формуласына кетті, косинусты таптық и өрнектен мәнін шығардық. Так. Сәл күрделі жағдайларын келесі видео сабақтарында қолданамын. Әзірге осы. Өтілген материалдарды тағы да бірлет қарап, қайталап шығыңыздар. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.